Наурыз қарсаңында қалалық мәслихат депутаты Галина Гильдерман әйелдерге мерекелік қабылдау өткізіп, меймандарды Рябинушка дәмханасына шақырды. Көктем мерекелерімен, халықаралық әйелдер күнімен және Наурыз мейрамымен әйелдерді билік өкілдері құттықтады. Риддерлік Аманат партиясы филиалының төрайымының бірінші орынбасары Юлия Титарева әйелдердің қоғамдағы маңызды рөлдері, бала тәрбиесі, ұлттық салт дәстүр, отбасылық құндылықтары жайлы еске алды. Женщина – это хранительница очага. Так повелось с древности. Женщина – это та, на которой держится дом. Та, которая воспитывает... Ерте заманнан әйел өз ошағының сақтаушысы, балаға өмір сыйлайтын, оны өсіріп тәрбиелейтін, қасынан әркез табылатын адам. Өз ерін сыйлайтын, сүйетін адам. Үйі әркез жайлы адам. Сөзсіз, нәзік жандар ең мейірімді аналар мен әжелер. Сіздерді өткен 8 Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Тыныштық, береке, жақсылық тілеймін. Ал Наурыз ол көктем мерекесі, жаңару мерекесі, татулық пен келісімнің мерекесі. Біз ең тамаша мемлекетте тұрып жатырмыз. Біз көп ұлтты мемлекетпіз, және біздің елде бейбітшілік пен келісім патшалық етуде. Мұндай шаралар Рябинушка дәмханасында дәстүрге айналған. Оның бастамасына жол салған қалалық мәслихат депутаты Галина Гильдерман. Нәзік жандарға ол зор денсаулық, жақсы көңіл-күй, қоршағандардың қамқорлығын, тілектерінің орындалуын тіледі. Уважаемые наши мамы, Құрметті біздің аналар, әжелер, сіздерді әйелдер мерекесімен, көктем мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Аспанымыз ашық, деніміз сау болсын, жақындарымыздың мейірімі мол болсын. Каприз би театры, вдохновение ансамблі, өзге жас дарындар кездесу қатысушыларына тамаша көңіл-күй сыйлады. Әдемі сазды әндерін және бұрыннан ұнайтын хореографиялық нөмірлерін орындады. Мерекелік қабылдау шай ішумен және қалалық студиядан Түстер шеберханасынан гүлдерді сыйлаумен аяқталды.